Үй алуға, үйлі болуға сізге керек 3 нәрсе. Бірінші, ниет, мотивация және ізденіс. Екінші, ақша жинау. Үшінші, программалар мен оның жолдары. Үйді сіз бірінші кімге аласыз? Үйді өзіңізге аласыз. Екінші, балаңызға аласыз. Үшінші, инвестиция ретінде алып қойсаңыз болады. Үйді қандай жолмен алуға болады деген сұраққа, бірінші, депозитке, алғашқы жарнаны жинау арқылы. Екінші, жинақсыз алу жолдары. Үшінші, ИП арқылы. Үй алған кезде сіздің жолыңызда туындайтын кедергілер. Ол бірінші, ата-енеңізден үй алу. Екінші, сіздің ақша жинай алмайтындығыңыз. Үшінші, программаларды сылтаулату. Сондықтан үй алуға мақсат қойсаңыз, қазірден бастап қадамдарыңызды жасаған жөн. Егер сіздің балаңыз жасы кішкентай болып тұрса, онда алған үйіңіз банктегі қарызды өзі жауып тұрады, яғни жалға беру арқылы. Екінші, балаңыз өсем дегенше балаңыздың баспанасы болады. Үшінші, сатып алған үйіңізді 2-3 жылдан кейін сататын болсаңыз, 2 есе табыс көресіз. Яғни, үйдің бағасы ешқашан құнсызданбайды. Керісінше, тек қана сізге табыс әкеледі. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер болады.